Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып әділет органдары қызметінің цифрландырылуы туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Ақылбай Арман Серікұлы, Астана қаласы әділет департаментінің басшысы. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию на тему о цифровизации деятельности органов юстиции. Хочу напомнить зрителям, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире нашим спикерам, а также оставляйте свои вопросы на наших аккаунтах в соцсетях. Ендеше бастаймыз. Арман Серікұлы, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Құқықтық кеңес берудегі жасанды интеллект бойынша баяндаманы бастауға рұқсат етіңіз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан жаппай цифрландыру және жасанды интеллектіні жедел дамыту аумағына айналуы тиіс. Бұл біздің стратегиялық міндетіміз деп үкіметке цифрландыру толыққанды дамыту жөнінде тапсырма берді. Осы негізгі міндеттер аясында Әділет министрлігі Digital Justice жобалары портфелін іске асыруда. Ол азаматтардың қаржы және уақыт шығындарын үнемдей отырып, қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталған. Соның ішінде жасанды интеллектіні қолдану шараларын қамтиды. Қазір таңда заң көмегін бірыңғай ақпарат жүйесі заң көмегі жұмыс істейді. Осы жүйе халыққа онлайн режимде білікті заң көмегін көрсетуге арналған. Аталған жүйе азаматтардың, адвокаттар мен заң кеңесшілерінің қатысуымен білікті заң көмегіне қолжетімділігін жеңілдетуге бағытталған болатын. Астана қаласында заң көмегі жүйесіне 2024 жылы 285 адвокаттар мен заң кеңесшілері тіркелген. Олар 1891 істі қараған. Қазақстан Республикасы бойынша заң көмегі жүйесіне кірген пайдаланушылардың саны 6749. Қазіргі уақытта операторлар тәулік бойы кеңес беретін консультациялық қызмет іске қосылды. Кеңес алу үшін азаматтар egov.kz порталында тиісті бөлімді таңдап, қызмет көрсету үшін өтініш қалдыруы қажет. Сондай-ақ құқықтық кеңес беру мүмкіндігін заң көмегі ақпаратты жүйесі арқылы қарастырылуда. Мұндай құқықтық кеңесті адвокаттар мен заң кеңесшілері ұсынады. Сонымен қатар құқықтық кеңес беруге арналған жасанды интеллект элементтері бар чат-бот әзірленген. Ол заң көмегі мобильді қосымшасының тәжірибелік ортасында тестілеуден қазіргі уақытта өтуде. Жасанды интеллектіні енгізу мақсатында Әділет министрлігі IT ұйымдарымен бірлесіп жұмыс тобын құрды. Оған Замбар, Айправ, Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қазақ ұлттық университеті және де Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті және басқа да ұйымдар қатысуда. Әділет министрлігі нотариаттық палатамен бірлесіп сенімхаттар, кеңестер, сонымен қатар ерлі зайыптыларының келісімдері мен некенің жоқтығы туралы өтініштер сияқты бірқатар нотариаттық қызметтерді онлайн форматқа ауыстырды. 2023-2024 жылдары аралығында Астана қаласының азаматтары нотариусқа жүгінбей 102.142 нотариаттық әрекеттер куәландырылды. Олардың ішінде сенімхаттардың саны 67.558, ерлі зайыптылардың келісімдері 32.066, кеңес беру қызметтері 156 және де некенің жоқтығы туралы өтініштердің саны 2332-ке жеткен болатын. Енді азаматтар осы қызметтерді онлайн форматта бейне қоңырау арқылы нотариусқа бармай-ақ ала алады. Барлық дайын құжаттар egov.kz порталындағы цифрлық құжаттар сервисінде көрсетіліп сақталады. Клиентті сәйкестендіру, яғни биометриялық құралдары пайдалану арқылы жүзеге асырылып, бұл ұқсас сыртқы белгілері бар адамдардың қате сәйкестендіру тәуекелдерін болдырмауға мүмкіндік берген. Ақпараттық қауіпсіздік мақсатында қосымша 2 факторлы аутентификациялар енгізілді. Біріншіден ол SMS кодпен, екінші электрондық цифрлық қолтаңба арқылы тексеру. Сонымен қатар Әділет министрлігімен қысқартылған атқарушылық іс жүргізу бойынша мемлекет басшысының тапсырмасына аясында үкіметтің кеңейтілген отырысында жаңа технологиялық құрылымға толық цифрландыруға көшу қажеттілігін анықталды. 2024 жылдың тамызында Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі және де Қазақстан Республикасының жеке сот орындаушылардың палатасымен бірлесіп, сот орындаушысының робот пилоттық жобасы іске қосты.
цифрлық сот орындаушысы бірнеше артықшылықтарға ие. Біріншіден, азаматтар жеке сот орындаушының қызметі үшін ақы төлеуден және оларға бару шығындарынан босатылады. Өйткені барлық әрекеттер автоматты түрде жүзеге асырылады. Екіншіден, хабарламаның жіберілгені және оқылғаны туралы белгісі түсіріледі. Іс жүргізу қозғалғаннан кейін 20 айлық есептік көрсеткішке дейін робот борышкерге бірнеше арналар, яғни ол 1414 нөмірінен SMS хабарлама, екіншіден егов мобайл қосымшасындағы пуш хабарлама арқылы оңайтылған іс жүргізу туралы егжей-тегжейлі ақпарат бар хабарлама жіберіледі. Үшіншіден, роботның жеке сот орындаушыдан айырмашылығы борышкерді сомасы шегінде тек бір банктік шотқа тыйым салады. Ал жеке сот орындаушы барлық шоттарға борышкерлердің тыйым салынатын. Төртіншіден, азаматтарға ыңғайлы болу үшін борышты онлайн төлеу мүмкіндігі бар. Бұл барлық қамтамасыз ету шараларын тыйымды және де аресттерді автомат түрде жою қамтиды. Осылайша адам факторы толығымен жойылады. Бесіншіден, осы жоба сот орындаушылармен өзара байланысқа шығуды қажет етпейді. Барлық іс-әрекеттер онлайн режимде жүзеге асырылады. Іс жүргізу, тоқтату және тыйым салуларды жою үшін түбіртектер мен тоқтату және тыйым салуларды жою үшін құжаттарды көрсету қазіргі таңда қажет емес. Атқарушылық іс жүргізу саласын цифрландырудан басқа жоба азаматтарға жыл сайын шамамен 5 миллиард теңге үнемдеуге мүмкіндік берді. Бұрын берешекті уақытында өтемеген жағдайда азаматтар жеке сот орындаушысына оның қызметі үшін 25%-ға дейін ақы төлеуге мәжбүр болатын. Статистика көрсеткендей, цифрлық сот орындаушысы іске қосылған сәттен бастап бүгінгі күнге дейін Астана қаласында соттардың қауларының негізінде 73.080.358 теңге сомасына 1555 оңайтылған іс жүргізу қозғалды. Уәкілетті органдар қаулардың негізделген 466.139.097 теңге сомасына 23.780 оңайтылған атқарушылық жүргізу қозғалған Астана қаласында. Жалпы алғанда 539.219.455 теңге сомасына 25.335 оңайтылған атқарушылық жүргізілген 2024 жылы. Оның 23.897-сі оңайтылған атқарушылық жүргізу аяқталды. Осымен қазақ тілінде баяндамам аяқталды. Рұқсат болса, орыс тілінде жалғастырайық. Уважаемые зрители, добрый день. Разрешите начать свой доклад по искусственному интеллекту в правовом консультировании. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Казахстана обеспечить полномасштабное развитие цифровизации. В рамках основных задач Министерством юстиции реализуется портфель проектов Digital Justice, предусматривающий меры по повышению качества и доступности услуг, с экономией финансовых и временных затрат граждан, в том числе по применению искусственного интеллекта. На сегодняшний день существует единая информационная система юридической помощи ЕЗАН-Комега, которая предназначена для предоставления и получения юридических услуг с обеспечением населения квалифицированной юридической помощью в онлайн-режиме. Данная система нацелена на обеспечение и упрощение доступа гражданам к квалифицированной юридической помощи с участием адвокатов и юридических консультантов. Так, к примеру, в 2024 году по городу Астана было зарегистрировано в информационной системе ЕЗАН-Комега 285 адвокатов и юридических консультантов, которые оказывали юридическую помощь гражданам столицы. Необходимо отметить, что в Республике Казахстан информационная система ЕЗАН-Комега посетила 6749 пользователей. В настоящее время запущен функционал с операторами правовой информационной службы, предоставляющей гражданам правовую консультацию на круглосуточной основе. То есть через портал ЕГОВ.КЗ граждане могут зайти, и там необходимо выбрать функцию ЕЗАН-Комега, далее оставить заявление о предоставлении правовой консультации, оказываемой адвокатами и юридическими консультантами. Кроме того, прорабатывается вопрос по разработке чат-бота с элементами искусственного интеллекта по правовому консультированию, который проходит тестирование и дообучение в опытной среде мобильного приложения ЗАН-Комега. В целях реализации искусственного интеллекта Министерством юстиции сформирована рабочая группа из числа представителей IT-организаций, ориентированных на разработку платформ по оказанию юридических услуг. Это ЗАН-Бар, iPrав,
Карагандинский государственный университет, Казахский национальный университет, а также университет исследовательский, технический. Также присутствуют другие представители IT-направления. Министерство юстиции совместно с нотариальной палатой ряд нотариальных услуг были переведены в онлайн-формат, такие как доверенности, консультации, согласия супругов, а также заявление об отсутствии брака. К примеру, за период 2023-2024 годы гражданами города Астаны, не посещая нотариусов, были удостоверены 102 142 следующих нотариальных действий. Удостоверены доверенности 67 588, согласие супругов 32 066, консультации 156, а также заявление об отсутствии брака 2332 услуги были оказаны. Теперь граждане имеют возможность получать услуги в онлайн-формате без посещения нотариуса. Все сформированные документы отображаются, также сохраняются в сервисе цифровые документы на портале e-gov.kz. Идентификация клиента реализовали посредством применения средств биометрии. Это позволило исключить риски ошибок и идентификации внешних схожих лиц. В целях также информационной безопасности дополнительно клиент проходит двукратную аутентификацию в виде СМС-кода, а также ЭЦП, электронной цифровой подписи. Касательно информации по исполнительным производствам. В рамках поручения главы государства, данных на расширенном заседании правительства, определена необходимость перехода к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, которая приведет к созданию качественно новых реалий в мире. В августе 2024 года Министерство юстиции совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей запустило пилотный проект по внедрению робота судебного исполнителя. Цифровой судебный исполнитель имеет ряд преимуществ. Во-первых, граждане освобождены от расходов по оплате деятельности частных судебных исполнителей, а также визитов к ним, так как все действия совершаются автоматически. Во-вторых, имеется фиксация доставки и прочтения уведомления. Так, после возбуждения производства до 20 месячных расчетных показателей робот направляет должнику уведомление с детальной информацией об упрощенном производстве по нескольким каналам. То есть это СМС-сообщение от оператора номера 1414 и второе это пуш-уведомление в e-gov Mobile. В-третьих, робот, в отличие от частного судебного исполнителя, налагает арест на один банковский счет должника в пределах суммы и долга, так как ЧСИ на сегодняшний день арестовывают все счета. В-четвертых, для удобства граждан доступна онлайн-оплата задолженности с автоматическим снятием всех мер обеспечения, в том числе арестов. Таким образом, человеческий фактор полностью исключается. В-пятых, данный проект исключает необходимость контактировать с судебными исполнителями. Все действия производятся в онлайн-режиме и не нужно предъявлять квитанций либо прочих подтверждающих документов для прекращения производства и снятия всех арестов. Помимо цифровизации сферы исполнительного производства, проект позволит сэкономить гражданам, то есть должникам, в отношении которых было возбуждено исполнительное производство до 20 месячных расчетных показателей, до 5 миллиардов тенге в год. Ранее при несвоевременном погашении задолженности гражданам приходилось оплачивать частному судебному исполнителю дополнительно до 25% от суммы штрафа. Как показывает статистика, с момента запуска этого цифрового исполнителя по сегодняшний день по городу Астана было возбуждено 1555 упрощенных исполнительных производств по штрафам на основании именно постановлений судов, а также 23 780 упрощенных исполнительных производств по штрафам на основании постановлений уполномоченных органов. Итого было возбуждено 25 335 упрощенных производств на общую сумму 539 219 455 тенге. На сегодняшний день исполнительные производства в количестве 23 897 были прекращены. На этом мой доклад завершен. Если имеются вопросы, я готов ответить. Арман Серикова, благодарим за развернутый доклад. Дорогие зрители, мы переходим к сессии «Вопросы и ответы». В прямом эфире поступило несколько вопросов, и первый вопрос звучит так. Может ли цифровой судебный исполнитель арестовать имущество? Угу. Действительно, вот вопрос очень актуальный, только что я затронул эту тему. Цифровой именно судебный исполнитель имущество он не арестовывает, он арестовывает лишь один банковский счет в пределах суммы долга. Допустим, сейчас при поступлении исполнительного производства частному судебному исполнителю он арестовывает все счета.
Следующий вопрос. Какие категории граждан могут получить бесплатную юридическую помощь через Занкомиге? В рамках гарантированной государственной юридической помощи, оказываемой адвокатами, а также юридическими консультантами, граждане, имеющие инвалидность первой, второй группы, также пенсионеры, матери-одиночки, воспитывающие детей, имеющие взыскание по алиментов, также участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, они могут получить в рамках этой помощи бесплатную юридическую помощь за счет государства. Следующий вопрос. Можно ли выбрать конкретного нотариуса или программа распределяет нотариуса самостоятельно? Да, вообще в программе предусмотрено такое, при посещении этой программы выбора нотариальных действий вы вправе выбрать нотариуса. Ну, возможно, к которому вы ранее обращались, у которого есть ваши документы, либо который по локации вам ближе. Если такого нету, вы не выбрали, там в рандомном порядке автомат сам выберет вам другого нотариуса. Спасибо за ответ. Уважаемый Арман Серикова, благодарим за выступление на площадке службы коммуникации города Астаны. Желаем вам успехов в работе. Уважаемые зрители, наш брифинг подошел к концу. Спасибо за внимание.